Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабаттула қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Қостанай облысында өзен арқылы өтпек болған екі тұрғын суға батып кетті. Оларды полицейлер мұз астынан шығарып алды. 16 желтоқсан күні кешкі сағат 20:00 шамасында 31 және 51 жастағы екі жергілікті тұрғын Шортанды өзені арқылы үйге баратын жолды кесіп өтуге шешім қабылдаған. Салдарынан мұз қопырылып суға түсіп кетті. 4 полиция қызметкері оқиға орнына 4 минут ішінде жеткен деп жазды Айқын.kz. Құтқару тростары мен жилеттер пайдаланылды. Тәртіп сақшыларына тез әрекет ету керек болды. Патрульдік полицейлер Нұрлан Шукманов пен Руслан Қожахметов мұз үстімен жорғалап, тереңдігі шамамен 6 метрлік суға секірді. Олар ер адамдарды тез арада жоғарыға қарай итеріп, қалған екі полиция қызметкері кезек-кезек барлығын судан жағаға шығарған трост ұстап тұрды делінген Ішкі істер министрлігі мәліметінде. Ер адамдарды жедел жәрдем алып кетті. Олардың жағдайы тұрақты. Қазір дәрігерлердің бақылауында. Полицейлер суға түскен формасын ауыстырып, қызметін жалғастырды. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.